Кім жатыр? Жейді ғой, иә, қайық, неше адам айтып. Жеп бере ма? Чек ештеңке бермейді. Жейді ғой. Біз ана Бурабайдыға осы тоже ақша төлеп кіреміз ғой. Сонда айтады екен, күніне миллион теңге түседі екен. Минимальный миллион шығар. Күніне. Аха. Одан бұл көп Тек айтатын миллион теңге түседі. Это представь? 30 миллион. Просто, да? Ол қайға кетеді ол ақша? Қалтаға. Маған 800 теңге ұстады. Қалтасына кетеді. Қалтаға кетеді. Наяқтың өзі мысалы, жаңа кірді, жай әнді номеріңізді, мәшінеңізді, атыңызды жазыңыз дейді да, соны жазып өтті да. Бірінші езгеріп береді, скидка сондай болмай ма? Мен скидка бөліп өтедім бе? Жарайды, 300 теңгеге боласа, скидка істеп берейін деп қойды. Сөзді ойлап қоямын да, мына сөзді. Бірақ табличкада жазылып тұр, қанша екен, ақша полностью бәрі. Бір күнге ма дейді да, жоқ, қайтам бүгін ойбай дейді ғой. Неге деп қонбайсың? Мұнда желательно келіп қонған дұрыс дейді да. Бірақ қонғанда несі қызық оны, иә? Көресің, ұйықтайсың, тұрасың да кетесің. Көбісі жолдан шаршайды жатып қонасың. Может, сол да бар, иә? Демалу үшін. Міне мына машина ғой, қара кетіп барады ғой алдында. Сол бір 1000 деді ме, 2000 километр ұшып береді. Шанша болып береді ғой. Жайлау орт, 1000 жылқы көрді. Астанинский номер, я? Белый, черный, да? Анау, я, Астана. Завис. 1000 жылқы үйі қалай әдем көрінеді мен. 1000 жылқы дейді, масқара ғой. Ойнап отырсың. Мына жаққа масқара демәкі. Астына жоқыла жүрсі. Күшті вообще ғана. Понедельниктің өзі адам көп сияқты ғой, Аяла. Ой, аяла деп. Айзере. Охо, бәрі.